Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді тартылған ет қосылған бөректерді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен лаваш, тартылған сиыр еті және де пияз қажет. Бар жоғы осы ингредиенттерді пайдаланып, тез арада өте дәмді болып шығатын бөректерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязымыздың қабығын тазартып, жуып алып, осылай ұсақ етіп турайтын боламыз. Өте ұсақ етіп турасаңыздар, фаршпен бірге қуырғанда пияздың бар жоғы байқалмай кетеді, бірақ начинкамыз сочный болып шығатын болады. Пиязымыздың барлығын видеодағыдай осылай ұсақтап турап шығамыз. Одан соң табамызды қыздырып, үстінен сұйық майды құямыз. Сұйық майымыз жақсылап қызған соң үстіне тартылған ет, яғни фаршымызды салып, жақсылап қуыру қажет. Осылай араластырып, бірнеше минут бойы жақсылап қуырып аламыз. Осылай қызарып қуырылып болған соң үстінен турап дайындап алған пиязымызды салу қажет. Пиязды салып, бірнеше мәрте араластырып, жақсылап қуыруды жалғастырамыз. Одан соң өздеріңіздің қалауларыңызға қарай татымына қарай тұз және де бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен өз жағдайымда тұз және де бұрышты ғана қолдандым. Өте дәмді болып шықты начинкасы. Осылай қатты қайнатып алған соң астын басып, баяу отта 15-20 минуттай қуырып алу қажет. Начинкамыз қуырылып болған соң осылай табадан тарелкаға салып суытып аламыз. Начинкамыз суығанша лавашымызды осылай ортасынан бөліп, одан соң бірнеше тіліктерге біркелкі етіп турап шығу қажет. Сонымен қатар менің YouTube каналымнан сулугуни, яғни брынза қосылған бөрек түрінде көре аласыздар. Каналыма кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Ол да өте дәмді әрі тез жасалатын тіске басардың бір түрі. Лаваштың барлығын осылай үш бұрыштап турап шығамыз. Одан соң суыған начинкамызды лавашқа саламыз. Осындай көлемде салып, екі жағынан бүктеп, лавашымызды жақсылап қысып ораймыз. Және де лаваш ашылып кетпес үшін осылай ұшын сулап, жабыстырып қоятын боламыз. Лаваштың барлығына осылай начинкамызды салып, бөректерімізді дайындаймыз. Бұл өте тез дайындалады және де қонақ келген сәтте немесе түскі ас, кешкі асқа дайындағанға өте жеңіл тағам түрі. Міндетті түрде үй жағдайында жасап жүріңіздер. Осылай начинканы салып, лавашымызды орап, барлығын дайындап аламыз. Орағанда мықтылап орау қажет, әйтпесе қуырып жатқан кезде босап кетуі мүмкін. Жақсылап сулап жабыстырып дайындап аламыз. Бөректердің барлығын осылай біркелкі етіп орап дайындап алдым. Енді кезекте табада қызып тұрған майға бөректерімізді кезек салып, жақсылап қуырып алатын боламын. Бірнеше бөректі салып, осылай тез қуырып аламын. Май қызып тұрғандықтан лаваш тез пісіп қызарады. Тез алып алу қажет болады қуырып. Қуырылған бөректер осылай қып-қызыл әп-әдемі болып шықты. Дәмі өте ерекше дәмді. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Сонымен қатар видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.